Қайырлы күн, қымбатты кітап сүйер достар. 29 сәуір күні Алматы қаласында ұлттық кітапханада Жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Жалғасқали Дүтмағамбетов ағамыздың кітаптарының таныстырылымы өтеді. Келіңіздер. Қазақ тарихында ашық айтылмай келе жатқан ақтаңдақтар аз емес. Осылай екенін атыраулық жазушы, Алаш халықаралық әдеби сыйлығының иегері Жалғасқали Дүтмағамбетовтің 1812 жыл «Соғыс және бейбітшілік» дейтін трилогиясынан да анық білуге болады. Біз Наполеонның әскерін өкшелеп қуып, Парижге дейін барған орыс әскерінің құрамында шайқасқан қазақтар ерекше ерлік жасағанын француз тарихшыларының айтуы бойынша білдік. Кітаптарда 200 жылдық тағдырымыз нақты дерек көздеріне сүйене отырып баяндалады. Архивтік материалдар пайдаланылады. Ең ғажабы, бұл соғысқа автордың бабалары қатысқан. Бір бабасы Франциядан жалғыз қайтпай, Мишель деген сұлуды ала қайтады. Өкініштісі, ол бала босанып жатып көз жұмады. Өмірге ұл келеді, ол өсет, ұрпақ ұластырады. Бүгінде француздың жиеншарлары біршама. Солардың бойындағы қан үзілмей, арада әлденеше ұрпақ өтсе де, беттері ақсары, көздері көк болып келеді екен. Кітапта фотосуреттер де берілген. Соның бірі Құлсарыдағы Мишельдің бейітінің суреті. Екі ғасырда қазақ үстем ұлттан қандай қасірет шексе, соның бәрі де барынша нақты, деректі әңгімелерге алтын арқау болады. Бір әулеттің бұрынғысы мен бүгінгісі үзілмей, жатық тілмен астаса жалғасып жеткізіледі.